Мәншүк Мәметованың ата-анасы азан шақырып қойған есімі Мәнсия. Оны кішкентайынан бастап моншағым деп еркелете бастаған. Кейін өз есіміне тілі келмейтін Мәнсия құжаттарда да батыр қыз өз есімін Мәншүк Мәметова деп ауыстырған болатын. 1922 жылы Батыс Қазақстан облысы Орал жерінде дүниеге келген. Балық шағы Жасқұс деген жерде өткен болатын. Оның ата-анасы жалпы Жиенғали және де тойшылша болды. Жиенғали күзетші, ал осы өзінің анасы тойшылша үй шаруасымен айналысты. 1927 жылы осылайша қонақ шақырған оның жақын ағасы Қанат Амина мен Ахмет келген. Сол Амина мен Ахметті өзіне қонаққа шақырды. Ал кейін осылайша тойшылша және де Жиенғали жалпы Мәншүктің ата-анасын да шақырған болатын. Бұл Жиенғали мен тойшылшаға еріп келген өзінің балалары Мәншүк болатын. Осы жерде Мәншүкті бірден көрген Ахмет пен Амина оны жақсы көріп қалады. Олар жалпы айтқанда бала көре алмай, бала таба алмай жүрген болатын. Осыдан кейін Мәншүкті тез арада жақсы көріп қалады. Мәншүк Мәметовна Алматы, Навел, Орал қалаларында оның атында көптеген көшелері бар. Және де батыр қыз білім алған 1931-1937 жылдары Алматы қаласындағы номер 28 мектеп, лицей мектебін Мәншүк Мәметовнаның атына ауыстырды. Қызылордадағы қыздар училищесінде Мәншүк Мәметовнаның атына ауыстырды. Бітті. Қазақтың қайсар қызы майданға алу туралы өтінішінде мен Мәметова Мәншүк 1922 жылы шаруа отбасында дүниеге келгенмін. Ата-анам қазіргі уақытта қайтыс болған. Қазіргі таңда халқом кеңесте орынбасарының жеке хатшысы болып жұмыс істеудемін. Сіздерден соғысқа барып фашистерді талқандауға өзім сұранамын. Басқалары сұранатында менің ағайым да, апайым да, отбасымда жоқ. Сол себептен өзім сұранамын. Мәншүк Мәметова 1942 жылы Великий Луки қаласының жалқауынан азат етуге санитарлық нұсқаушы болып жұмысқа кіреді. Ол бала кезінен өзінің әкесі сияқты дәрігер болуды армандайды. Ол медицина институтының бірінші курсын тамамдап үлгереді. Бірақ та ақыры осы соғысқа пулеметші болып жұмыс істейді. Әрі қарай 1943 жылы Ушаков батальоны Бурцев деревнясына өзін көрсету үшін ерлігімен елге танылады. Ол осы жерде пулеметші болып жұмыс істеп, қатарласы Максимді пулеметпен атқан кезде қалған фашистерді дәл көздеп атады. Қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова 1943 жылы 16 қазанда Псков облысы Изочи станциясы маңындағы шайқаста ерлікпен қаза тапты. Мәншүк Мәметова ескерткіштері. Мәншүк Мәметованың ең алғашқы ескерткіштері жоғары КСРО жарлығы бойынша 1944 жылы жасалған. Орналасқан жері Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Жәнібек кентінде орналасқан. Толықтай қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі 3 метр, тұғыршасы граниттен жасалған. Ал осыған ұқсас екінші ескерткіш толықтай қоладан құйылған, биіктігі 7 метр.